Құрметті тыңдармандар, бүгін сіздермен Нағима Мәдениетқызы, дәрігер, педиатр. Бүгін сіздерге аналарымыздан ең көп келіп түсіп жатқан сұраққа қысқаша тоқтала кетпекпін. Баламыздың тісі не үшін ерте жастан үгітіліп жатыр? Барлық кальцийлерді беріп жатырым, сонда да көмектеспейді. Бұл не үшін? Бұл тістің үгітілуінің бірнеше басты себептері бар. Бұндағы ең басты себеп мұнда D3 витамин Д-ның жетіспеуі. Витамин Д организмде кальцийді ұстап тұрушы элемент. Витамин Д жетіспеген жағдайда организм кальцийді өзінде сақтай алмайды. Және зат алмасу процесі барысындағы кальцийді организм денедегі өзіміздегі қорлардан ала бастайды. Бұл біздің ағзамыздағы кальцийдің қоры, тіс және сүйек. Солай тістен және сүйектен кальцийді өз зат алмасу процесі барысында алады да, біздің тісіміз және сүйегімізде кальций кем бола бастайды. Сол себептен тісіміз үгітіледі, аяқ-қолдар қақсауы байқалуы мүмкін. Екінші себеп біздің тамақтануымыз. Біздің қазіргі күнделікті тамақтану рационында, әсіресе балаларда тәттілі тағамдарды өте көп қолданамыз. Бұны әдетте үйде тәтті бермейміз деген күннің өзінде сіздер тәтті сусындар бересіздер. Агуша, неше түрлі жаңа фруктовый пюре дейміз ғой, жеміс-жидек езбесін, соларды бересіздер. Олардың құрамында бәрібірде тәттінің мөлшері жоғары. Ол организмдегі қышқылдық сілтілік балансты өзгертеді. Және осы қышқылдық сілтілік балансты өзгерткен кезде организм өзінің тепе-теңдігін, балансын сақтау үшін тағы да кальций қорларынан кальцийді алып, өзінің тепе-теңдігін сақтайды. Осы уақытта тағы да бізде сүйектерде және тістерде кальцийдің кемдігі байқалады. Үшінші жағдай, бұл адамдағы стресстік жағдай, ол да біздегі қышқылдық сілтілік балансты өзгертеді. Бұл стресстік жағдайға адамның қалыпты демалысы, ұйқысы, көңіл-күйі барлығы кіреді. Кішкентай балаларымыз, ерте жастағы балалар, бізде ұйықтау режимі бізден бөлек. Олар кешкі 8-9-дан бастап ұйықтауы керек. Бізде қазір балалар 8-9-да ұйықтамайды. Сол арқылы организмде гормондардың өзгеруі байқалады. Гормонның өзгеруі өзі сәйкесінше организмнің қышқылдық сілтілік ортаның өзгеруіне әкеледі. Және бұл кезде бізде қышқылдық орта жоғарылаған кезде организм балансын реттеу үшін тағы да сүйекпен, тістен кальцийді алып, сол балансымызды қалпына келтіреді. Сәйкесінше осы себептердің әсерінен қазір балаларымызда тістің қараюы, тістің үгітілуі жиі кездеседі. Сол үшін ата-аналар сіздерге айтарым, балаларыңыздан D3-ді, витамин Д-ны үзбей беріңіздер. Және балаларыңызға тәтті сусындарды мүлде жолатпауға тырысыңыздар. Ең дұрысы кәдімгі тазартылған минералды су қолданыңыздар. Және де балалардың уақытылы ұйықтауына, көңіл-күйіне аса мән берген дұрыс. Бұның барлығы бізде балалардың дұрыс өсіп жетілуіне, тісінің дұрыс дамуына, аяқ-қолының, сүйектерінің дұрыс жетілуіне үлкен әсер береді. Сіздерге рахмет. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырып кетсеңіздер болады.